әнді естісем бір Саттаулеттің ең Нұрдәулет Нуни үшеу есік алдына гитарамен ән айтып келген есіме түседі да. Осы ассоциация болып кетіпті осы әнмен ше. Сол кездер есіме түсіп кетеді. Бұл қолдаушыларымыз берген сыйлық. Осы жерге әдемі кездесу болсын, сендерде барлық жақсы болсын деп бізге сыйлаған екенсізге көп-көп рахмет. Көрермендерге өте күшті, ерекше сезімде, ерекше кездесу болды. Саттаулет бәрін өзі ұйымдастырған екен, жаңа түсірілім тобын, ұлда достарын, күшті фото, видео жасадық та. Керемет кездесу болды. Күн суығынан әжелеше жылы екен. Сонысымен қатты ұнап қалды. Күшті кездесу болды. Негізі таныстық жақсы болып жатыр. Тосын сыйлар бар. Зарина күткендей көңілі тоқ дейсіз жатыр. Басқа қандай жаңалықтар бар? Басқа жаңалықтар қандай? Күнде бізде кездесу енді Баласахан қазір менде курста. Бірақ соған қарамастан енді қасымда деп айтам, бірақ дейтін нәрселер де бар. Енді отношение болғаннан кейін кішкене түсініспей қалатын жағдайлар өте көп болады арамызда. Бірақ енді басты жаңалықтардың бірі деп айтайын, мамасымен таныспыз ғой алыстан, алдыңғы сезоннан деп айтайын. Осы жақын арада демалыс күндері анасымен бәріміз неге барған болатынбыз. Полный Заринаның отбасымен. Мама мен көкем всегда бірге жүреді. И көкем демалыс күндері көп жұмыс, бірнеше жұмысы бар ғой. Демалыс күндері ешқайда шықпайды, үйде отырып, онлайн жұмыстарын жасайды. Сонымен қасында қалатын шығар деп ойлағам ғой. Сөйтсем, маманы шақырып қойған, өзімде ыңғайсыз болды. Шықсам Саттаулет тұр. Неге мамаға айтпайсың шығатын? Ұялып қалдым ғой деген сияқты екі машина болып келген. Сонымен енді мейлі тәуекел деп бардық. Өзім негізі сырттай таныс, барлығымен отбасы мүшелерімен. Маманың 8-ші баласы болып алған ғой. Саттаулеттің іші бауырына кіріп, күшті әңгіме айтып, негізі бұрыннан жақсы көреді біздің үйдегілер Саттаулетті. Просто алдында бір жылап қалған моменттерім болсын, қай ата-ана енді қызын жылатқан адамға әрине істейді деген сияқты. Бірақ мама папам тура өзім сияқты ғой. Бір-екі күннен кейін ақ жауып кете салады ондай нәрсеге. Бастысы қазір қуанып жүргенім үшін Саттаулетті уже сеніп бастап солай жасап жатыр. Бірақ әңгімелерінің арасында Саттаулет мамаға бір үйлену туралы бір мен тарапымнан да Саттаулет бір мен сені жақсы көрем болды деген нәрсені де естіген жоқ қой. Былай қарап тұрсақ, өзіне де айтпағам, жобада да айтқан жоқпын. Қалай не деген уверенность деп қарап қалдым. Саттаулет не күлесіз? Қатты күлесіз бір сізге. Айтылған әңгіме сияқты ғой, әлде? Жоқ, айтылмады. Просто қатты күлкім келіп кеткен анау. Енді барынша жақсылыққа балаймыз ғой енді болып жатқан нәрселердің бәрін. Просто мен енді үйлену жайлы, мен шынымен енді андай жігіттердің қатарынан емеспін, құр уақытымды алып деген сияқты. Енді осы қыз бар фокусым осы қызда қазір. Досым да, інім де, бәрін осы кісі білет, не болып жатқанын, қандай положение жүргенді. Содан кейін мен айтқан болатым, мамасына, типа мен серьезный намерение менде болды, мен басқа қыздардың бәрін ұмыттым, мен басқа қыздарды көзімде көрмейді, типа бастап тұрғаннан кейін. Сол нәрсеге қатты күлкім келіп кетті да, онда тұрған не бар деп. Енді бірақ дейді, айтатындай нәрсе көп қой енді. Мысалға, бұл кісі менен көп нәрсе сұрайды, енді сөздің ашығына келгенде мысалға. Маған бейт, маған сейт, маған бейт деген сияқты. Бірақ, қандай да, Баласахан, бізде жігіт адам болғанымен, осы қазір еркек үстіне чар, мен, может, ай үстіне чар, былай да, кейде бізде бір қыздардың, именно жақсы көріп тұрған адамыңның бір вниманиесіне мұқтаж болып қалатын кез болады өзі бір андай бір жалғыз қалған кезде бір неге мен ғана іздей берем, неге мен ғана қайырлы таң тілей берем, неге мен қайырлы түн жаза берем, может андай мен настаивать етіп қоймайын ба оған деген сияқты да. Ол тарапта мен андай нәрселер көрмеймін да, просто андай бір қалай айтсам болады, бір ізденіс деген сияқты мен тарапқа болмайды да оның. Мен сол нәрсесіне кішкене ренжимін. Ренжімеймін енді, қалай айтсам болады. Просто көңіл ғой енді, көңілмен тиіп кететін моменттер бар да. Бірақ үндемеймін. Мен саған қанша андай, қалай айтсам болады, барынша ғой. Мен бұлай ешкімге айтпағам, мен бұлай ешкімге қамқор болмағам деген сияқты. Ешкімге бұндай жақсылық жасамаппын деген сөздерді айтам. Негізі саған білінбей ма? Мен өзім шынымен өзіме біреудің аузына бүйтіп тамақ бермегем деген сияқты. Бәрін нөлге шығарып. Жұптардың дейінші енді осы жерде таныстықта жүрген адамдардың арасынан именно Саттаулет пен Заринаның арасындағы бір еркелікті мен кеше байқаған болатынмын. Саттаулет бір ауыз сөзіміз жерге қалдырмай жалпы аға деп айтқан кезде өтінішімізді орындайтын адам ғой. Енді Саттаулет бұл бір наразылық. Маған қамқор болып, тамақ алып келіп жүрген қыздан деп айтқан болады. Не, қандай қыздар вообще? Мен айтып атқан жоқпын, полноценный ондай деп ше.
просто мен айтып жатырмын, маған иногда ол заботасы емес, мен просто андай бір сөйлесу керек болады ғой, бір момент болады ғой. Сіз қажет екеніңізді біз таныстықтамыз да, Сәтдәулеттің ұсынысымен таныстық басталды. Екеуін де жақсы көремін ше, екеуі де қалай мен сыйлайтынымды өздері біледі. Заринаны да көбісі айтады екен да, ерткешке екеуің бір-біріңе ұқсайсыңдар, егіз емессіңдер ма деп. Егізбіз деген. И былай да, мен негізі Сәтдәулетті түсіндім, типа мынандай болады, қыздан да негізі біз внимание күтеміз. Негізі былай келгенде жігіттерге де бір внимание керек қой негізі жігіттерге де. Кейде болады, қыздан да внимание келеді, бірақ соны тағы да бір сәл қосып внимание берсе екен деген сондай бір нәрсе керек та енді. Сәтдәулет-ай, болған шай берсе бұл ай сұрайды ғой қазірші. Қазіргі таңда анандай болып жүр, ол кәдімгідей Заринаға еркелейді. Еркек адам үлкен жасты қыз кішкентай болғанмен кішкене сана сезімдері кішкене бала сияқты болып ойланады. Бұл кісілерге де внимание керек. Бұл кісілер маған сен внимание бөл, сен маған мынаны алып бер, мен саған подарка алып бердім ғой, сен маған оны алып бер деп ондай нәрсе күтпейді. Бұл кісілерге тек қана андай болады ғой енді. Әкеміз жұмыстан келген кезде анамыз жұмысың қалай болды, жұмысың жақсы болып жатыр, киімің жуылды ма, әкел үтіктеп қой. Сондай внимание жеткізіп отырғаны сол нәрседе бұл кісінің. Бұл кісінің былай ойлаймыз да енді бәріміз Зарикоштан енді көбірек внимание бөледі ғой. Жалпы қалай болып жатыр жұмыстарын деген сияқты. Тура сол сияқты Зарикош, сенен сол нәрсені ғана талап етіп тұр. Подарка емес ол нәрсе. Бұл жерде сол ғана керек еркек адам.